Қазір екеуміз «Менің атым Қожа» кітабына талдау жасайық. Осы «Менің атым Қожа» кітабының саған ұнайтын қызық тұсы бар ма? Маған ұнайтын қызық тұсы ол Қожаның майқанның сөмкесіне бақа салған кезі. Ал саған ұнайтын тұсы қандай? Маған ұнайтын тұсы Қожаның өз-өзіне жинау жасап тәрбиесін түзеткені. Негізі, сенің таңдаған тұсындағы Қожаның іс-әрекеті дұрыс емес. Біріншіден, ол мұғалімді сыйламады. Екіншіден, бұл тәртіпсіздік. Қожаның әрекеті дұрыс емес. Ал саған ұнаған тұсы ең керемет тұсы деп ойлаймын. Себебі, ол қанша уәде берсе де өз әжесіне тұрмаған. Ал сол сәтте ол мені таң қалдырды. Дұрыс айтасың. Балалар, әрине, Қожаның әрбір әрекеті біздің көңілімізді көтерді. Бірақ оның әрбір теріс әрекеттері анасының көңілін құлазытты. Біз, еліміздің болашағы, әрдайым тәрбиелі, ақылды, білімді болуға тырысайық. Сәлем. Сен Сайын Мұратбековтің «Русани» атты кітабын аяқтадың ба? Аяқтадым. Ал сен ше? Мен осы кітапты аяқтап сенімен талқылауға келдім. Саған осы шығармада қай кейіпкер ұнайды? Маған ұнайтын кейіпкер Аян. Ол шығармадағы басты кейіпкер. Ол өте ақылды, серек, ешкіммен төбелесе бермейтін, сөзге келмейтін ақылды бала. Және де маған оның ертегілері қатты ұнайды. Осы кітапты оқыған кезде мен ауыл балаларына қосылып, Аянның ертегілерін тыңдағым келеді. Алмаз, ал сен неліктен осы шығарманың аты «Жусан иесі» деп аталды деп ойлайсың? Өйткені ол алыс сапардан оралмаған ағасын сағынғандықтан оның жейдесін жамылып жататын. Ал жейдеден Жусанның иісі аңқып тұратын. Ол сол арқылы ағасына деген сағынышын басатын. Ол өз ағасынан, ата-анасынан, әжесінен айырылды. Енді оның жақын ешкімі жоқ. Оны жетімдер үйіне жібергені де жүрекке қатты батады. Менің де оған жаным ашиды. Елімізде жетім балалар болмасын. Барлық балалар бақытты болып алайық.